Кезекті тақырып зейнетақы қоры және Асыр салып тойлаған қазақ. Бәсекелестік туғызба деп жұдырығын қысып отырма. Қордағы жиналған қаражатты жер учаскесін сатып алуға, үй алуға. Бұндай заңы бар елді деградацияға ұшырады демей. мұғалімдер мен дәрігерлердің қызметтері бізге аса маңызды. Ал депутаттар Ассалаумағалейкум, армысыз құрметті достар. Кезекті тақырып зейнетақы қоры және баспанасыз жүрген қазақтар жайлы болмақ. Осы мәселе жөнінде көптеген замандастарыммен сөйлескенімде бұл жобаны түгелдей қолдап отыр. Олардың айтуынша заңымыз Астананың ауа райындай құбылмалы. Зейнетақыға дейін кім бар, кім жоқ, мүмкіндікті тиімді пайдаланған жөн. Тек бір ат деген ай болмаса, өкіметтің қойған талап шегіне көбісінің зейнетақы қорындағы қаржылары жеткіліксіз. Демек, кезінде елбасы айтып кеткендей жалақылары Зарплаты в Казахстане это где-то 500 тысяч. бар болғаны 70 мың мен 150 мың теңге аясында. Сонымен 2021 жылы зейнетақы қорындағы қаржыларының бір бөлігін 700 мыңға жуық азамат пайдалануы мүмкін. Тұрақты жұмысы бар, яғни табысы орта мөлшердегі азаматтар зейнетақы қорындағы жинағын жеткілікті мөлшер шегінен асса ғана ол мүмкіндікті пайдаланады. Салымшылар өзінің тұрғын үй мәселелерін шешуге, емделуге не жарналарын қаржыландыруға өз зейнетақы активтерін басқару компанияларына аудара алады. Қордағы жиналған қаражатты жер учаскесін сатып алуға, үй алуға, ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландыру немесе толықтай өтеуге, тұрғын үйді жөндеу жұмыстарына немесе көлемін кеңейту мақсатында жұмсауға болады. Ех шіркін, осындайда жомарттың қолын жоқ байлайды демекші, қаншама отандастарымыздың жұмыссыз жүргені көрініп қалды. Бір жағынан пандемияның да әсері бар шығар. Алайда пандемия кезеңінің пайдалы тұстары адамзатқа, жалпы қазақ халқына өте тиімді болды. Біреулер тоңып секірсе, біреулер тойып секіреді. Неге десеңіздер, Той индустриясы күрт әлсіреді. Кафе, ресторандардың жаппай жабылуы қазақ үшін ерекше орын алды. Асыр салып тойлаған қазақ бірінен бірі асар бәсекелестік, жалған намыстан шектеліп, естерін жиғандай болды. Әйтпесе, енді ғана шаңырақ құрған отбасы ұят боладыға салып, соңғы ақшасын тойға жұмсап, келесі күні пәтер жалдап, одан кейін жоқшылық, жетіспеушілік себебінен ажырасып жататыны жиі кездеседі. Осы ретте кафе-ресторандардың иелері халыққа пайдасы тиер астық, азық-түлік өнімін шығаратын цех, фабрикаларға айналдырады деген үміт бар. Қайталап айтамын, кафе-ресторандардың иелері халыққа пайдасы тиер астық, азық-түлік өнімін шығаратын цех, фабрикаларға айналдырады деген үміт бар. Әлде қазақтың тойлап жүргені біреуге тиімді ме? Мүмкін өз ықпалын тигізетін ең ауқымды шекаралас Ресей ме? Әлде ірі кәсіпорындарға шектеу қойып, бәсекелестік туғызба деп жұдырығын қысып отырма? Тіпті солай болғанның өзінде ең құрмағанда Таиланд, Үндістандағындай жұмыскер саны 50 адамнан аспайтын шағын кәсіпорындар әр қала мен аудандарда ашып қойса, қаншама жұмыссыз қазақ кәсіпке ие болар еді. Есесіне, өзімізден шыққан өнім мен өркениетіміз ұлғаяр еді. Көп жағдайда әр өнімнің заттанбасын салыстырмалы түрде қарағанда Түркия, Қырғызстан, Ресей, Қытайда жасалған деген этикеткаларын көріп, онда бізде шикізаттан басқа не шығарылады деп ойланып қаласың. Ал бұл бітсе не істейміз? егер сіз Қазақстан Республикасында жасалатын өнімді білетін болсаңыз, пікір алаңына, яғни комментарийге өнімнің түрін, жасалған орнын жазып кетіңіз. Көрейік, отанымызда біз білмейтін қандай өнімдер шығарылатынын. Немесе біз жалқауланып тек тегін дүниеге үйреніп кеткенбіз бе?
тегін дүние демекші. Кешелі бері Астанада гүл дүкенінің ашылуына орай Жанабылов деген блогер темір тұлпармен iPhone ойнатып, астаналықтардың жиналуына себепші болды. Тегін көлік пен iPhoneға таласқандардың әрекеті жұрттың жағасын ұстатты. Биліктің карантинге шектеу заңын қыстырмай қаншама халықты жинаған ұйымдастырушыларға бар болғаны 20 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынды. Ал көшеде жалғыз кетіп бара жатқан азаматқа бетперде тақпағаны үшін 30 айлық есептік көрсеткіш, яғни 83 мың теңге айыппұл салынуда. Бұндай заңы бар елді деградацияға ұшырады демей, басқаша қалай айтуға болады? Ай ағайын, қайда барамыз, не болып барамыз? Айтпақшы, екпені, яғни вакцинаны бірінші болып дәрігерлер мен мұғалімдерден бастайды дейді. Осы мәселе жөнінде халық арасында үлкен дау шығуда. Халықтың сұранысы бойынша бірінші болып нағыз үлгі тұтар, нағыз патриот депутаттардан бастаса екен. Неге десеңіздер, мұғалімдер мен дәрігерлердің қызметтері бізге аса маңызды. Ал депутаттар